Ұлттық бірыңғай тесттің ағылшын тілі бойынша 2026 жылға жаңа тест сұрағын бірге талдайық. Correct modal verb. Дұрыс модальді етістікті табыңыз дейді. You бұл сұрын use your phone during takeoff. It's against regulations. Regulations дегеніміз бұл заң, не болмаса ереже. Яғни ережеге қарсы дейді. Яғни сіз қай кезде телефоныңызды қолданбау қажетсіз дейді. Мына жерде take off деген сөз экранда қандай суретті көріп тұрсыздар? Ұшақтың жерден әуеге көтеріліп жатырған мезеті. Дәл осы кезде біздер take off деп атаймыз. Яғни ұшақ жерден әуеге көтеріліп жатырған кезде сіз телефоныңызды қолданбауыңыз қажет, қолданбауға міндеттісіз. Өйткені ол біздің ережелерге қарама қайшы келеді дейді. Демек, біреуге бір нәрсені жасамауды тыйым салу мақсатында біздер must not модаль етістігін қолданамыз. Ол бізде Б вариантында тұр екен, А варианты болмайды. Потому что don't have to дегеніміз бұл жасамай қойсаңыз болады дейді. Яғни біреуге таңдау беру мақсатында қолданады. Ал таңдау емес, біреуге жасамау, яғни тыйым салу мақсатында міндетті түрде must деген not келу керек. Яғни Б варианты дұрыс болады. Дәл осы секілді, бірақ толық тест талдау сабағын біздің YouTube каналымыздан көре аласыздар. Біздің YouTube каналының атауы Бақдәулет English. Қарасаңыздар, біздің видео сабақтардың қаралымы өте жоғары. Каналға тіркеліп, міндетті түрде сол жақтан барлық тест талдау сабақтарын толық көріп шығыңыздар.